Жыл сайынғы дәстүрі бойынша бір ел бір кітап республикалық акциясының ұйымдастыру комитеті 2020 жылғы кезекті жыл кітабын таңдау нәтижесі бойынша Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы мен Әнуар Әлімжановтың Ұстаздың оралуы романын жыл бойы оқуға ұсынып отыр. Қазіргі таңда елімізде болашақ жастарымызды ұлы тұлғалардың үлгі тұтар өмір жолымен таныстыруда, қазақи салт дәстүріміз бен әдеп ғұрпымызды түсіндіруде, қазақ әдебиетін одан әрі дамыту жолында түрлі жобалар дайындалып, іс-шаралар өткізілуде. Осы жолда Денисов орталық аудандық кітапхананың қызметкерлері де өз үлестерін қосуда. Сонымен қазақ әдебиетінің ұлы туындылары атты бейнероликті сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Тарихымыз бен әдеп ғұрып, салт дәстүрімізді ұштастыра білген шоқтығы биік шығармалардың бірі Абай жолы романы. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов өзінің осы эпопеясы арқылы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық әкелді. Абай жолы ғасырлық туынды, 4 томды эпопеялық көлемді роман қазақ қоғамының ғасырлық, әлеуметтік, тұрмыстық, отбасылық ғұмырын мейлінше дәл, айқын бейнелейді. Мұхтар Әуезов Абайдың жеке басына түскен қиындықтан, жеке бас трагедиясынан халық трагедиясын көре білді. Данышпан Абайдың бала, жас Абайдан хакім, дана Абайға дейінгі өмір кезеңін қамтитын бұл шығарманың қазақ әдебиетінде алар маңызы зор. Абай жолында қазақ қоғамының алуан түрлі топтары кең қамтылып, сан қырлы көрініс тапқан. Абай жолы жай ғана тарих емес, көркемдік ойдың көрігінен өткен бүкпесіз бейнеленген өмір шындығы. Халықтың тағдыры, өткені мен келешегі жайында терең толғаныс. Абай тұтас бір тарихтың дүниеге келуіне себепкер болған толға. Жастайынан көңілді баурап алатын көне жыр, ескі әңгіме, аталы сөзді жадында тоқып өскен бала Абай өте зерек алғырлығымен ерекшеленеді. 3 жасында-ақ үлкен адамша сөз сөйлеуі оның қоғамнан ерек, заманнан озық туғанына дәлел. Мұхтар Әуезов Абайды әрі ақын, әрі қайраткер, әрі ойшыл ретінде қай қырынан болсын ұрпаққа үлгі бейнесін оқырманға жақын бейнеледі. Мұхтар Әуезовтың айтуынша, Абайдың рухани кемелдеуіне ықпал жасаған арна үшеу. Ұлттық және бүкіл адамзаттық мәдениеттің 3 түрлі мол арнасы данышпан ақынның шығармашылық істіне рухани азық болды. Абайдың бүкіл ой қиялына, әлеуметтік, ақындық ісіне дем беріп, шапағатын төккен арнаның бірі халықтың өзі жасаған, ауыздан ауызға тараған, баспа жүзінде сақталып келген қазақтың бағзы замандағы халық мәдениетінің бай мұрасы. Ақындығына рухани дем беріп, азық болған екінші арна шығыс мәдениетінің тамаша мұрасы. Үшінші арна орыс мәдениеті, Европа мәдениеті. Әуезовтың творчестволық өмірі халыққа, отанға қызмет етудің айқын үлгісі болды. Ол өзінің ортасында қалдырған көп томдық мұрасы арқылы қазақ жазушыларының бір емес, әлдеше буынына шеберлік шынындай жөн сілтейтін, шын мәнінде ұстазы етіп қойған ие болған аса көрнекті жазушы. Шығармашылық жолында ұлы көреген Мұхтар Әуезовтің өзінен бата алған қаламгер артында өзінің дара қолтаңбасын қалдырып кетті. Ол халқымыздың несібесіне, игілігіне айналды. Әнуар Әлімжановтың өмір жолы күрес жолы. Ол ешкімге бас ұрмай, тек әділдікке, ақиқатқа табынып өтті. Оның жазушылық, азаматтық позициясы да осы принциптерден өріліп шықты. Ол тек қаламгер ғана емес, саяси қайраткер болды. Ұстаздың оралуы романында Әнуар Әлімжанов сонау 10 ғасырда өмір кешкен кемеңгер жерлес ғалымымыз кезінде шығыстың екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің ғибратты өмірін сөз етеді. Адамдықтың, жақсылықтың мәңгілік жауы, надандықтың тұманын сейілту үшін жамағатшылыққа ең адал, таза даму, көркею жолын іздеп ақиқатпен, біліммен қаруландыру үшін өмір бойы еңбектенген, өз басының тыныштығы мен бақытын осы мақсатта құрбан еткен ғажайып ғалым әл-Фарабидің өшпес өнегесін айту әрі ауыр, әрі құрметті міндет еді. Бір халықтың емес, барша халықтың алдына білім шарағын жаққан, артына таусылмас мол рухани байлық қалдырған әл-Фарабидің жарқын тұлғасы романды үлгі аларақ болып шыққан. Ұстаздың оралуы романында керемет бір идея бар. Ол әл-Фарабидің араб жұртына тек үйрену үшін емес, түркі әлемін, қыпшақ өркениетін таныту үшін жол тартқаны.
Ұстаздың оралуы өзінің тақырыбы, жанр мен идеялық көркемдік шешімдері жағынан бүкіл кеңес әдебиетіндегі салдарлы туындылары легіне қосылады. Қазақ елінің өткендегі тағдыры, шытырман жолы, қуаныштары мен өкініштері басты тақырыпқа айналған. Туған елдің өткендегі бұралған жылдарын бүкіл аумағына алып көрсету, ол құбылыстарды әлемдік даму заңдылықтары мұнарасынан қарап бағалау қаламгерге мол творчестволық еркіндік, шабытына ұшқыр қанат, мақсатына мәнділік берген. Мұның бәрі оның қазақ әдебиетінде ешкімге ұқсамайтын, өзіне ғана тән дара да сара соқпақ табуына, әрбір шығармасында отандастар ойыннелендік тың шешім ізденуіне жәрдемдеседі. Әнуар Әлімжановтың қоғамдық қызметі де жазушылық тәжірибесімен сабақтас. Жүрегі қазағым, шығыс мәдениеті деп соққан қаламгердің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің қазақ топырағын алып келуге осылайша нақты үлес қосқандардың алдыңғы легінде жүргенін қазіргі жұрт неге екенін білмеймін, ұмыта бастады. Әлі талай жылдар өтер, жаңа ұрпақ келер. Сонда олар халқымыздың рухани қазынасына кімнің қандай үлес қосқанын таразыға салып бағалайтын болады. Сонда олар біздің заманымыз туралы ғана емес, ғылым мен мәдениеттің қаныштап алға басуына, ақыл-ой жұмсағандана адамдар жайлы тебірене айтатын болады. Өмірлері ерлік болған қасиетті есімдердің арасында Мұхтар ағаның да есімі жарқырап көрінетіні анық. Бұл қазақтың біртуар ұлы Әнуар Әлімжановтың Мұхтар Әуезов туралы айтқаны еді. Бүгінгі ұрпақтың сол қасиетті есімдердің арасына өзін де қосатынын білді ме екен? Мұхтар Әуезов те көзі тірісінде мен үшін басын балтаның астына төсеген Әнуардың азаматтығына өлсем топырағым риза деп кетті емес пе? Алаштың екі алатауының осындай өр тұлғаларына сүйсінбеске шаран жоқ. Ағаларын ардақтап, інілерін жетектеп өткен сол қос қаламгердің оқырмандарына жігі ажырмай бірге жетуінің өзі де тегін емес.